Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударыңыздар. Бұл суреттерде не бейнеленген? Бүгінгі тақырыбымыз не жөнінде болуы мүмкін? Бұл суреттерде жұмыс үстелі, әртүрлі программалардың таңбашалары және программа коды бейнеленген. Компьютер жұмыс істеу үшін не қажет? Қалай ойлайсыздар? Компьютер жұмыс істеу үшін бізге әрине программалар қажет. Компьютерде программалық жасақтама қайдан алынады? Ол программалаушылардың әзірлеген программалық кодының нәтижесінде туындаған программалар кешенінен, яғни программалардан алынады. Бұл программалар қай тілде жазылады? Ол программалардың әртүрлі сан алуан программалау тілдері бар. Соның ішінде біз бүгін Python программалау тілінің IDE ортасымен танысамыз. Бұл сабағымыздың мақсаты IDE интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану. Бағалау критерийлері, интегралды құру ортасы IDE туралы түсінік қалыптастырады. Таңдалған IDE ортасында жеңіл программаларды құрады және Python программалау тіліндегі трансляторларды ажыратады. Python тіліне арналған әртүрлі IDE түрлері бар. Біз соның ішіндегі онлайн Python компиляторын қолданатын боламыз бүгін. IDE программа құрудың интеграцияланған ортасы. IDE-дің құрамдас бөліктері төмендегідей. Бірінші, мәтіндік редактор. Мәтіндік редактордың көмегімен біз программа кодын енгізетін боламыз. Компилятор және интерпретатор. Компилятор мен интерпретатордың негізгі мақсаты ол программа кодын машине тіліне аудару. Жалпы программаларды процессор тіліне аударатын ол трансляторлар деп аталады. Бұл трансляторлардың екі түрі компилятор және интерпретатор. Компилятор ол программаны машине кодына толықтай аударып алып, сосын барып орындайды. Ал интерпретатор болса, ол процессорда программаны кезең-кезеңімен талдай отырып, ретімен орындайды. Үшінші бөлігі ол құрастыруды автоматтандыру құралдары. Бұл компилятор жасаған барлық файлдарды орындалатын файлмен байланыстыру процесі. Түзету және жөндеу ол төртінші құрамдас бөлігі. Программадағы қателерді кезең-кезеңмен іздеп табуға және оны түзетуге арналған қосымша болып табылады. Балалар, бүгін біз сіздермен Python'ды орнату және онлайн нұсқасын қолдану сілтемесін қолданып, осы онлайн компиляторды қолданамыз және Python'да да осы сілтеме, яғни www.python.org сайтынан біз орната аламыз. Мен сіздерге Python онлайн компиляторының терезесін ұсынып отырмын. Бұл терезеде оң жақ жоғарғы бұрышында мәзір жолағы орналасқан. Execute деген ол программаны орындау батырмасы. Share деген ол программамен бөлісу батырмасы. Мына көк түсті, қою көк түсті бөлім баған ол программа кодын жазуға арналған баған. Ал оң жағындағы баған ол программаның нәтижесін көрсететін баған. Келесі, осы программаның терезенің жоғары жағында орналасқан мәзір жолағында біз project бөлімшесінде жаңа проектілерді құра аламыз. Ол жерде сақтаймыз, проектілермен бөлісе аламыз. Edit бөлімінде біз өңдейміз, яғни қандай да бір проектілерді кесіп алу, көшіру, қою, іс-әрекеттерді қайтару деген сияқты. Setting бөлімінде біз баптауларды өзгерте аламыз. Ал енді онлайн компилятордағы орындау және бөлісу командаларына келетін болсақ, ол execute және share. Біз мұна терезеде өзіміздің почтамыздың атауын және құпия сөзін жазу арқылы share батырмасымен өзіміздің мұғаліммен бөліссек,
болады, программа нәтижесін бөлісуге болады. Келесі енгізу және шығару функциялары. Біз бүгінгі сабақта print шығару функциясымен жұмыс жасайтын боламыз. Input дегеніміз ол енгізу функциясы. Мына мысалда b айнымалысын енгізіп, оның нәтижесін баспаға шығару көрсетілген. Ал балалар, енді біз мына сілтеме арқылы өтіп, онлайн компиляторда қарапайым программаларды құруды үйренейік. Көріп отырғандарыңыздай, бұл Hello World сөзін экранға шығару коды жазылған. Қараңыз, print деген ол шығару функциясы, тырнақшада әрдайым мәтін жазылады. Execute батырмасын орындауды бассақ, міне экранға Hello World деген сөз шықты. Дәл сол сияқты біз астына түсіп, print функциясы арқылы қандай да бір екі сөздің қосындысын жасайық. Үш бұрыш деген сөз болсын, үш бұрыш дегенді біз қосу арқылы орындаймыз. Орындасақ, бізде міне үш бұрыш деген сөз шықты. Енді біз қандай да бір сөзді, мысалы арман деген атты 5 рет шығарайық. Ол үшін біз көбейту белгісін жазамыз, сосын қанша рет шығару керек, сол санды жазамыз да орындаймыз. Қараңыздар, арман деген 5 рет шықты экранға. Енді қарапайым арифметикалық амалды орындау үшін біз print 2 қосылған 3 дейміз. Яғни бұл жерде байқасаңыздар, тырнақшаны жазбаймыз, себебі бұл сандық мәлімет. Орындау, яғни 2-ні 3-ге қоссақ 5. Егер біз бұл мәліметке тырнақшаны қосатын болсақ, онда ол мәтіндік ақпарат ретінде қабылданады. Сосын экранға 5 емес, 2 қосу 3 деген мәлімет шығатын болады. Балалар, егер сіздерге бұл қарапайым программаларды жазу түсінікті болса, мен сіздерге келесі тапсырмалар мен сұрақтарды ұсынғалы отырмын. Бірінші сұрағымыз ол IDE дегеніміз не? Сіздер осы сұрақтың жауабын мына берілген, көрсетілген жерге жазасыздар, кейін менің жауабыммен салыстырасыздар. Енді сіздерге мен дұрыс жауапты ұсынып отырмын. Программа құрудың интеграцияланған ортасы, яғни программалық жасақтама жасауға арналған программалар кешені. Келесі тапсырма ол бізде сәйкестендіру. Берілген IDE Python элементтері мен тиісті ішкі тармақтар арасындағы сәйкестікті орнатыңыз. Видеоны тоқтатып, тапсырманы орындаңыз да, сосын менің дұрыс жауабыммен тексересіз. Егер сіз орындап болған болсаңыз, біздің дұрыс жауабымыз мынандай. Бәрекелді. Біз келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма бізде тест түрінде, яғни execute батырмасы қандай қызмет атқарады? Егер жауап беріп болған болсаңыз, менің дұрыс жауабыммен тексеріңіз. Бұл программаны орындайды. Share батырмасы қандай қызмет атқарады? Сәйкесінше құрылған программамен бөліседі, мұғалімге жібереді. Келесі тапсырма ол есептер. Біз онлайн компиляторда берілген есептерді шығарып көрейік. Балалар, видеоны тоқтатып қойып, осы есептерді шығарыңыздар, сосын менің жауаптарыммен тексересіздер. Балалар, егер сіздер тапсырманы орындап болған болсаңыздар, міне берілген дұрыс жауаппен өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, тапсырма сәтті орындалды. Нұрсұлтан, Нұрсәуле, Алтыбақан, Ақсу деген сөздерді экранға шығардық. Екінші тапсырма ол бізде Қазақстан сөзін және Нұрсұлтан сөзін 4 рет шығару. Ол жерде міне Қазақстан сөзі 4 рет, Нұрсұлтан сөзі 4 рет шықты. Яғни біз бүгінгі тапсырмалардың барлығын орындадық. Енді балалар, біз сіздермен бүгінгі сабақ бойынша
Бүгінгі сабақ бойынша балалар, біз сіздермен бос орындарды толтыру тапсырмасын орындаймыз. Бұл тапсырмада сіздер мына бос орындарға төменде берілген сөздерді қойып шығу арқылы интерпретатор мен компилятордың айырмашылығын, жалпы транслятордың түрлеріне тоқталатын боласыздар. Егер орындап болған болсаңыздар, менің дұрыс жауаптарыммен тексерсеңіз болады. Дұрыс жауабы төмендегідей. Процессор программалау тілінде жазылған программалар тікелей қабылдамайды. Ол үшін программаларды процессор тіліне аударатын трансляторлар қажет. Транслятордың екі түрі бар: компилятор, интерпретатор. Программалау тілінде жазылған программаны мәшіне кодына аудару үшін компилятор қолданылады. Ал мәшіне тіліне аударылған программаны процессорда кезең-кезеңмен талдай отырып ретімен орындау үшін интерпретаторлар қолданылады. Компилятор мен интерпретатордың екеуі де программа. Компилятор мен интерпретатордың айырмашылығы: ол компилятор программаны мәшіне кодына толық аударып алып орындайды, ал интерпретатор болса, жоғарыда айтылғандай, кезең-кезеңмен талдай отырып орындайды. Балалар, біз бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бағалау критерийлері бойынша құрылған төмендегі дескрипторларды назарға ала отырып, өз орындарыңызды осы блок ағашынан көрсетулеріңіз арқылы маған кері байланыс берулеріңіз сұралады. Дескрипторлар IDE анықтамасын жазады, IDE ортасындағы терезе элементтерін анықтайды, транслятордың түрлерін ажыратады және қарапайым есептерді IDE ортасын қолданып шығарады деген осы тапсырмалардың барлығын орындаған болсаңыздар, сіздер мына блок ағашында өз орындарыңызды бұлай бояу арқылы көрсетсеңіздер болады. Балалар, егер сіздер кері байланыс беріп болсаңыздар, біз IDE ортасымен танысу жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе, жетпедік пе, соны ойластырайық. Сіздер осы блок ағашындағы орындарыңызды анықтаған болсаңыздар, бүгінгі тақырыпта нені түсіндіңіздер, нені түсінбедіңіздер, сол жөнінде маған WhatsApp желісіне жазсаңыздар болады. Біз бүгін IDE интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану мақсатында IDE туралы түсінік қалыптастырып, IDE ортасында жеңіл программаларды құруды және де осы трансляторлардың түрін ажыратуды үйрендік. Біз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Ондай болса, үйге тапсырма 2 санының көбейтіндісін есептейтін программа құру және программа нәтижесімен менімен, яғни мұғаліммен бөлісу. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.